балалар. Балалар, 25 қазан бір ерекше мереке келе жатыр, иә? Бұл мерекені барлығымыз білуіміз керек. Кәне, мерекеміз 25 қазан қалай деп аталады? Республика. Яғни балалар, 25 қазан республика күні екен. Бүгінгі сабағымыздың балалар сынып сағатымыздың тақырыбы Қазақстан туған елім ұлы өлкем деп аталады екен. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты балалар өздерінің республикамыз туралы жаңа мағлұматтарды кеңінен алуға баулу, сендерді осы республикамыздың патриоты етіп тәрбиелеу, еліміздің мақтаныштары болуларына ықпал жасау балалар. Республика күнін балалар біз 1990 жылы егемендік алғаннан бері біз тойлап келе жатырмыз. Бұл бізде мақтаныш сезімін ояту керек, иә балалар? Себебі біз тәуелсіз елміз балалар. Біздің мемлекетіміздің тәуелсіздігін дәлелдейтін қандай нышандарымыз бар балалар? Біздің тәуелсіздігімізді білдіретін нышандарымыз осылар екен балалар. Енді біз әрбір осындай мерекелерді өткізген кезде не айтамыз балалар? Орнымыздан тұрайық балалар. Келесі кезекте топқа бөлініп алады. Елімде соқсын жүрегім, елімде соқсын жүрегім. Елім батылмайын, салмайын, көдейін, көжек шалмайын, үреп жүрегім. Ал балалар топқа бөлініп алдық, сын сабағымызды ары қарай жалғастырайық. Қазір Қазақстан Республикасы туралы видеоролик тамашалайық. Бәріміз назарымыз балалар тақтадан болсын. Осыдан 500-ден астам жыл бұрын керей мен жәнібек бабаларымыз қазақ елінің жайық үшін жандасқан жаужүрек Қабанбай, Наурызбай, Кенесары сынды барша бабалардың арманы дерттің жарқын үлгісін ұлы отан соғысы жылдарында көрсетті. Олардың ішінде Моғжан Момышұлы, дүниеге ұлы адамдарды шығыстың ұлы ұстазы Әл-Фараби, Құрманғазының орасан зор ғажайып күйлері, Мағжанның жүрек тербелентері мөп-мөлдір асылының лирикасы, Шоқанның барша әлемді таңдырған жаңалықтары, Ұлы Абайдың көзсіздері толы. Енді балалар біз мына көзілдірікті қазір киіп, басқа мемлекеттің адамдарына өзіміздің Қазақстан Республикамыз туралы ақпарат беретін боламыз. Кәне, Жәнібек болып жұмылдым, керейдей болып туылдым, қазақ хандық болып құрылдым. Ақ табанымда сүрініп, алқа көлінде шұбырып, елім айшылап қырылдым. Қобыздың бірақ құлағын домбыра болып жыладым. Дауылдарға да шыдадым, жауындарға да шыдадым. Көшпелі елім мәңгілік, өшпесін сенің шырағың. Елімде соқсын жүрегім, елімде соқсын жүрегім. Құрметті балалар, 25 қазан республика күні деп аталып жатырмыз, иә балалар? Гимн тыңдадық, видеоролик көрдік, иә?
бізге берілетін тапсырма балалар. Қазақстанымыздың нышандарын және осы Астана қаласында орналасқан үйлерді, жерлерді қазір біз балалар бояп, нақышына келтіріп, өзіміз әр топ кәнекей өз өнерімізді білдірейік. Бүгінгі сынып салтында баласыңдар. Қазақстан мемлекетімізді мадақтау мақсатында өлеңдерді оқысыңдар қазір. Мақал мәтелдер айтасыңдар және осы өлеңдермен қазір не істейміз? Жұмыс жасаймыз. Және де әр топқа қазір балалар пазлдар беріп, сол пазлдармен жұмыс жасайтын боласыздар. Жақсы, рахмет, дайындал. Елім деп соқсын жүрегім, елім деп соқсын жүрегім. Елем батылмайын салмайын, көкейін көже шалмайын, үреп жүрегім. Елім деп соқсын жүрегім. Отан туралы, еліміз, жеріміз туралы тақпақта жаттап беруге болады. Қане, кім айтам дейді? Жұпар сепкен еткен сұлу еткен көркем осы менің туған өлкем. Ақжайық Алтай арасы қазақтың шалқар даласы, республикама қарашы, жерімнің дәні маржандай. Екені тойлайық қазағым боп, біз бірге бірлігіміз жарасын, ынтымағым елімде. Байтақ дала жері менің, арта берсін ақын сенің, көк байрағын желіндесің. Ағайлатсын таңымыз, шуақ шашып күн көліп, егеменді ел тойласын, мерекені бұғжығып. Төлге толы қонауы, төлге толы жайлауы, ол біздің Қазақстан, анамыздай тілеуақ, отан бізде біреуақ, ол біздің Қазақстан. Отан отандастық. Отан үшін күрес, елге тиген үлес. Жердің гүлінен туған жердің кені артық. Отанды сүю отбасынан басталады. Бала сонымен бүгінгі сынып сағатымызды қорытындылайық. Бүгінгі сынып сағатымыз өздеріне ұнады ма балалар? Біз бүгін отансыз адам болмайды дегенде отанымызды сүйетінімізді, отанымызға деген мақтаныш сезімімізді өлеңдермен, мақал мәтелдермен жеткіздік. Жақсы балалар, осымен сынып сағатымыз аяқталды. Қатысқандарына көп рахмет.